Достар, бақтарыңызға сәлем. Мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бетіне жауып тұрсаңыз енді. Мен жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгін менде вручением, универімді бітіріп жатырмын. Және де мен бүгін қазір салонда отырмын. Уайғаным деген салон. Мама шашымды істеп жатыр, ама көрсетесіз ба? Бетіне жауып тұрмын. Шашыма локон істейміз. Мама маған шашымды істемей келді, наверное, соңғы рет соңғы рет қашан істедіңіз? Школ кезінде, Мама недовольная, потому что таңғы 7:30 отырдық біз салонға бару үшін. Үйдің қасындағы ең тез салон болды. Біз мына жақта ұйықтадық, кухняда істеп жатырмық. Вот қазір патчи жалғастырып келіп тұр. Мұздай патчи. Еще бүгін дала салған болып тұр. Жақсы ма жаман ба білмеймін. Пока Ана жерде жүрген аруақты қалмаңыздар, мен апам ғой. Все, біз уже шықтық. Иду салоннан шықтым мен. Макияж, визажист бота, парикмахер Айраны. Қазір мен сіздерге менің группа поддержкимді көрсетемін. 1 миллион адам. Еще такси минивэн шақырдық, ойлаңыздар, қанша адам барадық сонда. Нұрым бірлен. Новый универ. Мен уже мантиядамын, сіздер көрсетіп үлгермедім. Дәуренжанов Бақытжан. Бургебаева Бута Мусиновна. Хадеров Мирас Асхатұлы. Так, достар, барлықтарыңызға сәлем қайттан. Мен уже шудан келдім. Барлықтарыңызға түсініксіз болып кеткен шығар, қайттан не болып кетті деп. Өзім осындай неше түрлі қайтсам болады, суматошный күндерде влог түсіре алмай қалатын болыптым. Қазір уже жұмыстан келдім. И сторисқа тоже салған болатынмын, что не деп диплом алдым сол күні деп, сторисқа тоже қол кеткен болатынмын. И вот сіздердің құттықтауларыңыз маған келіп жатыр, үлкен рахмет, барлығын мен оқимын. Так, онеки бай дұрыстап көрсетейін, вот реакциялар. Құттықтаймын жатыр, үлкен рахмет. Вот, қазір мен сіздерге гүл беріп көрсеткен жоқпын ғой, нормально болады. Мамалар осылай гүл берген болатын. Олар уже 2 күн бойы нормально су құйылмаған соң уже өліп жатыр байқұстар. Қазір осыған суын ауыстыруым керекпін. И тағы да менің дөй бар. Сол маған осындай өте демі белый розы бердім. Ұзын. Қазір мыналарды енді суы ішінде азақ қойым, суын ауыстырып, аяқ жақтарын кесу керек. Осы менен қазір айналысым келіп тұр, а то қандай демі гүл, естері күшті, бірақ жалко. Так, вот осылай шықты. Кішкене болсын не істерін беретін шығар, надеюсь. Обал болды. Просто суға салып кетуге нормально уақытымыз болмады да, осылай салдық. Мына жерде Эртугрул көріп жатырмын. Ана жылдан бері көріп жатқан сериалым осы Эртугрул болатын. Уже последний сериясы. Марттан бері көріп жатырмын. Так вот, мына жерде енді қазір жинастыру керек. Так, достар, мен қазір шуға сумка жинаймын, не сіздермен бірге жинағым келіп тұр. Так, мен шуға тойға бар жатырмын жаңа айтқанда, и тойға баратын көйлегім и туфлиім сол шуда. Алдында барған тасып кеткен болатынмын. Сол тағы бір көйлек алам, ұзын
қара көйлегімді на всякий случай. Так. На всякий случай бір ақ футболка и қара ақ шалбар алам. Тоже на всякий. Тойға киетін сумочка, ана жол не үшін жасап кеткенімді білмеймін. Осыны и осы сумочканың ішіне анандай бижутерияларым тұрған анандай нәрсе очкидікі, ішінде сырғаларым, сондай тойға киетін. Духи, лосьон, кремнің орнына кітап и косметичка. Оның ішінде пудра, помада, карандаштар для губ, SPF-ка обязательно, гель для бровей, кисточка для пудры и для ресницы. Ужин ішіп алдым. Еще кухняны жинастырдым. Бірақ та кухняны жинастырғаныммен сторисқа түсірдім. Сторисқа ертеңге контент болсын деп. Еще сіздерге айтуға ұялып тұрмын, но ертең қайтадан шуға кетеміз. Уже жалғыз емес, баука екеуміз кетеміз. Бізде той емес, одноклассницаларымыздың той емес. Бұл жолы отбасылық мерей той болайын деп жатыр. Соменен мен ойландым, на влогым, вручением бар, на шуға барғаным барлығы сондай азақ болып қалды. Менің түсінгенім бойынша сіздерге сондай азақ влогтар ұнамайды, толық емес болып қалды. Поэтому мен сол влог толықтыру үшін осы баратынды да осы влогқа түсірем деп шештім. Сол үшін ертеңге баратын шуымыздың да влогы осы влогта болатын болды. Жолға осы көйлегімді дайындап қойдым. Өте сондай ыңғайлы, жеңіл көйлек. Ана жерде мынау гүлдерімді құтқара алмадым өкінішке орай. Түрлері не очень болып тұр. Бірақ осыдан салғаннан кейін бағана бүткіл вечер бойы иісі, прям аяқтың бәрі жынды шықты, розан иісі. Иісі өте күшті берді, бірақ құтқара алмадық өкінішке орай. Так, достар, мен қазір ғана душтан шықтым, сол үшін түрім не презентабельні болса, кешірім сұраймын. Сіздер менен өйстіп отырып сөйлеп, жалпы осы влог бойы не болды, не болып кетті, что за хаотичный кадрлар болып кеткенін түсіндіру үшін осылай отырып, әңгіме айтып, барлығын түсіндірейін деп шештім. Ашып, толықтай сол үшін тамақ ішіп отсаңыздар ас болсын, ішпесеңіздер тамақтарыңызды қойып алыңыздар. Кішкене ұзақтау әңгіме болады. Негізінде мен вообще блогерлардың осындай әңгіме айтқан өте қатты ұнатамын. Как будто сенімен бір секретмен бөлісіп жатқан сияқты болады. Сол үшін давайте барлығын түсіндірейін. Біріншіден, сіздер влогтың басына мені вручениямды көрдіңіздер. Вручениядан кейін түсінбесеңіздер, мен бірден шуға шығып кеттім. Айша подружкамның туған күні болды. Айшаны сіздер танисыздар. Алдыңғы влогта ұзатуында болған болатынбыз. Сонымен қатар менің осы школ кезіндегі көптеген челленджарымда атсалысқан қыздардың бірі, көптеген видеоларына түскен, сол танисыздар деген ойдамын. Одан кейін мен тойдан кейін бірден неге шығып кеттім? Алматыға, өйткені менде мен жұмысты только 1-2 күнге ғана сұранамын. Кейін ары бері жүргеннен кейін өзіңнің режиміңда бұзылады. Ұзақ жол болмаса да, жол деген шынымен шаршатады екен. Басындағы тойларда қатты білінмеп еді, қазір өте қатты білініп жатыр. Потом 2 күн бойы есімді жиғанша, осы өзімнің Ерасыл інімнің бөлімнің тойына да кетіп қалдық. Ерасылды кім, не той деп түсінбей жатсаңыздар, тойында мен өте көп влог түсірем деп ойлаған болатым, бірақ та бұл
той подружкаларымның тойында мен қонақ болып барсам, бұл той енді өзіміздің той болған соң атсалыстық, еңбек еттік, жүгірдік, сол үшін телефонға вообще қарамадым, только стористарды салып жатырмын. И то бүгін бізде 15-і 4 күн өткеннен кейін салып жатырмын стористарды. Сол үшін Инстаграмға жазылсаңыздар көрсеңіздер болады. Инстаграмда түсіндіріп өттім, қалай қайдан пайда болып кеткен вообще братишка, бұрында сен айтпай жүр. Вот Ерасыл братишкам бар, оның тұсаукесер бір жас тойы деп айтып жатсың деп түсінбей жатсаңыздар. 2021 жылы 1 февральда дүниеге келген менің бөлем, өте көп күткен бөлеміз. Қаншама жыл, 8 жылдай бойы мен өте көп Құдайдан тілеп сұрап алған бөлеміз. Құдайға шүкір, осындай бақытты сездірткен маған әпкелік, бөлелік, менің алғашқы бөлелік, өзінің менің әпкеме ана бақытын сыйлаған Құдайға шүкір дейміз. Сіздер де оған жақсы тілектеріңізді, ұзақ ғұмырларын тілеп қойыңыздар, тілектес болыңыздар. Мен білемін сіздердің тілектес екендеріңізді, өйткені менің қаншама братишкаларым, сестренкаларым сіздердің көз алдарыңызда өскен. Вот, сосын сразу тойдан кейін сағат 2-де түнгі біз Баука екеуміз қайтан Алматыға келдік. Енді кішкене вручение жайлы толықтай айтып өтсем, менің бітіруім жайлы, диплом жайлы өте көп сұрақтар келді, сонымен қатар құттықтаулар, қолдаулар келді. Үлкен рахмет, шынымен де менің әрбір қуанышыма қолдау білдіре алатын және де әрбір қайғыма ортақтаса білетін осындай бір топтың жиналғаны мен өте қатты қуанамын, өйткені именно осы топты сіздерді мен өзім жинадым. Біз бірге жиналдық, өзіміздің таңдауымызбенен жиналдық деп ойлаймын, өйткені ешкім подписаться етіп мен өміріммен бағалауға сіздерді қинамайды ғой. Сол үшін менің шынымен де жанашырларым деп айтамын, мен ойлаймын сіздерді. Сол үшін үлкен рахмет, өте көп жақсы сөздер, жылы сөздер айтылды. Барлығы орындалсын, орындалған бірге көрейік, бірге жетейік әлі. Және де менің сол кездерде диплом вручениясында көптеген тиктоктар пайда болды ғой, жігіттері, күйеулері гүлдер беретін қыздарға бәрі ой, это моя мечта деп. Менің сол кезде тоже арманым болатын. Маған сондай вручениямда мамам келіп гүл берсін деп, өйткені осы июньға дейін, осы менің блогыма, каналыма оралғанға дейін ол өте сондай белгісіз под вопросом тұрған нәрсе болатын. Жалпы менің вручениямда біреулер бола ма деген сияқты. Бірақ та Құдайға шүкір, Құдайдың шынымен чудасы мықты. Осындай керемет өмірімдегі важный моментте де мама қасымда болды. Менің сондай арманым орындалды. Мен соған өте қатты қуандым. Сол бүткіл вручение бойы соған өте қатты бақытты болып оттым. Және де соның мен өте қатты қаладым. Маған ешқандай миллион гүлдер или жігіттен гүл керек емес болды. Маған только сол вручениямда мама және отбасым қасында болған өте қатты маңызды болды маған. Және сол арманым орындалды. Және де солай стористарға өте көп посттар салдым. Сол кезде көбісінің сұрағы неге қызыл емес диплом. Өте сондай қызық сұрақ. Мен де өзіме өте көп қойдым сол сұрақты. Мен қызыл үшін жылап отқан жоқпын, если что. Негізінде қызылға мен смело жете алатын едім. Өйткені қызылға жету өте оңай, мне кажется. Менің балаларым бәрі жеткілікті. Және де самый қызығы экзамендар, және де практика дипломның барлығы 95-тен жоғары, 98. Бірақ менде школ біткеннен кейін, универге келгеннен кейін өте қатты айтқан болатым, сіздерге бөліскен болатым. Менің сағым сынып келді былай айтқанда. Мен өте қатты ызалы, өте қатты ренжулі болдым, что мен 11 жыл бойы мен жақсы 5 үшін жалынып, жалбарынып, жылап оқыдым. Универде оның ешқандай пайдасы болмағанына өте қатты сондай ызалы болдым системаға жалпы. И сонымен мен вообще айттым, болды. Бағаға мен оқымаймын. Маған қанша қойса да маған бәрібір дейтім да. Вот реально мен мұғалімдерге, мен өзіме ұнайтын сабақтарымды оқитынмын. Маған жақсы баға қоятын. Мен өте көп
қалатынмын да универден, сабақтан. И маған типа айтатын, мен білемін да, типа сен 95-ке жететінді, бірақ сен типа көп қалдың, сол үшін мен саған 80-85 қоямын дейтін да. И олар ждут, чтобы мен там, ой, қойыңызшы, қоймаңызшы деп мен сізге отработаю дегенді мұғалімдер күтеді да универде. Ал мен айтатын, ладно, қоя беріңіз, маған бәрібір деген сияқты. Мен универде баға үшін жүгіруді, алаңдауды қойған болатын. Мен только өзіме ұнайтын спец сабақтар, маған керекті сабақтар, уголовный кодекс, административный кодекс деген сияқты маған керекті, маған профессия болашағыма керек сабақтарды мен өте жақсы оқыдым. Олардың барлығы менде 5, арасында 100-дері де бар. Бірақ самый күлкілі болатын жер менде физрадан өте төмен баға, даже 4 минустан ғой деймін. Өйткені бірінші курста мен физрада өте ұрысып қалған болатын апайымызбенен. Өзінің никчемный сабағын, шын ғой, никчемный сабағына бола типа өзінше болды да. Мен айттым, ладно апай, өзінше болыңыз, маған қанша қоясыз айтыңыз, қойыңыз соны дедім. А ол хотела, чтобы мен аяғына жалбарынуды. Вот сондай мен соны өте қатты реніштен, баға үшін жүгірмегендіктен қызыл болмады. А так менің GPA-ім өте жетті GPA-ім. GPA деген соңғы балл. Там просто жаңағындай физра, ағылшын үшін менде там 3-4 балл жетпей қалған шығар мүмкін. Вот, а мен вообще даже терлеген де жоқпын, ол жайлы ойлаған да жоқпын, былай маған ол маңызды болған жоқ. И сіздерге де айтып қояйын, болашақта сіздің универдегі алтын белгі красныйыңыз, школдағы алтын белгі красныйыңыз универде маңызы жоқ, және универдегі красный дипломның жұмысқа тұрғанда маңызы жоқ. Мүлдем, только сізге маңызы бар жұмысқа тұрғанда, сіздің магистратура оқыдыңыз ба, докторантура оқыдыңыз ба, или сіздің стажыңыз, сіздің практикаңыз, сіздің опытыңыз өте маңызды. Дипломның сырты ештеңеге қажеті жоқ. Мен сіздерге бұлай диплом қызыл алмай қойыңдар деп атқан жоқпын. Оқыңыздар, әрине жақсы оқыған, мықты болған, алдыңғы қатарлы болған өте жақсы. Бірақ та ол үшін барлық нәрседен бас тартудың, сол бір баға үшін ғана, қызыл цвет үшін ғана оқудың қажеті жоқ. Вот, мен айтатыным, жұмысқа тұрғанда сен дипломың қандай екен, давай саған көп айлық берейін, сені бірінші жұмысқа алайын деп ешкім айтпайды. Бірінші сенің мына жеріңдегі нәрсеге қарайды. Осылай сіздердің неге қызыл емес деген сұрақтарыңызға жауап бердім деген ойдамын. Және көбісінің былай сұрағанда мен таң қалдым. Типа сен школда алтын белгі алдың ғой, не үшін сен типа қызыл алмадың? Школ менен универ өте бөлек әлем, екеуі бір-бірімен мүлдем қатысы жоқ. Және көбісін қойылған соңғы сұрақ ол енді не істейсің? Магистратура оқисың ба, шуға барасың ба, Алматыда қаласың ба, үйленесің ба, не істейсің, не план? Және мен бұған өте қатты таң қалдым осы сұрақ, өйткені бұл сұрақтар мен прям сол диплом алдым деп болғаннан кейін бір сағаттан кейін қойыла бастады. И вот қазірге дейін әлі күнде қойылады. Және де маған олай даже менің апаларым, үйдегі туыстарым етіп қоймайды, менен сұрамайды да. Сіздер сұрағандарыңыз өте қызықты болды маған. Біріншіден менің бітіргенім, вот только что бітірдім былай айтқанда. И әлі менде бірнеше вариант бар, бірнеше бұны 2 вариант бар. Бірақ та әлі екеуі де нақты емес, екеуі бір-біріменен байланысты болғандықтан әлі ол жайлы айтқым келмейді, болашаққа қатты секіргім келмейді. Сол үшін мен өзімнің қолымнан келетін барлық нәрсені істеп көремін, әрине бірінші вариант орындалу үшін. А болмаса, әрине сіздермен бөлісемін, және де екінші қандай менде вариант екенін айтамын. Спойлер, ол үйлену емес. Дайын барлық армандарыңыз өшіпсаңыздар, бота бұл жылы тұрмыс құрмайды. Бұл жылы ботаның үйлену тойы болмайды. Поэтому просто ол нәрсені списоктан сызып тастауға болады. Осылай сіздердің влог бойы қойып жатқан сұрақтарыңызға жауап бердім деген ойдамын. Астына әрине өздеріңіздің ойларыңызбенен, қалауларыңызбенен бөлісіп отырыңыздар. Влог жайлы өздеріңіз ойларыңызбенен. Сіздермен бірге болған мен Бота. Сіздермен келесі кездескенше всем пока.